Амансыздар ма оқырмандар, арнама қош келдіңіздер. Мені әрқашан қолдап, лайк басып тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Әр істеріңізге береке берсін, жақсы күндеріңіз көп болсын. Баршаңызға рахмет. Алатын кезде алға озып, беретін кезде артта бұғып қалатын, алғаны мен бергенін жіпке тізіп санайтын адамнан аулақ жүр. Ондай адамнан құтылудың өзі үлкен олжа. Сөгілсе де қабырғаң, алыс кетпес сабырдан. Бұйырғанын көресің, Құдай жазған тағдырдан. Арманы орындалмаған адам жеткенді сөз қылады. Ашуға толы адам жеңгенді сөз қылады. Тойымсыз адам жегеніңді сөз етеді. Көңілсіз адам дегеніңді сөз етеді. Түгі жоқ адам бергенді сөз қылады. Тексіз адам кеткенді сөз қылады. Іріген ауыздан шіріген сөз шығады. Сөзі түзудің өзі түзу. Өзі түзуге Құдайдың көзі түзу. Мінез құлыққа арналған кеңестер. Жалғыз қалғанда ойларыңа мән бер. Достарыңмен отырғанда сөздеріңе мән бер. Жынданып жатқанда қызулығыңа және мінезіңе мән бер. Бір топ адамдармен отырғанда жүріс-тұрысыңа мән бер. Басыңа уайым келгенде эмоцияларыңа мән бер. Жағдайың жақсарғанда нәпсіңе мән бер. Көкпар, бәйге, аударыспақ, батылдыққа, ептілікке баулитын, бұлшық етті шынықтыратын, құмарлықты оятар, есеппен тәуекелге бел байлауға, тіпті өзінің ары мен тағы үшін өлімге бас тігуге дейін баратын дәстүрлі спорттық ойындар. Бұл ойындардың игілікті екендігіне ешқандай күдік болмауға тиіс. Үйге кіргенде әрқашан үлкендерге сәлем беруді ұмытпа. Таяқтан тайсалмасаң, семсерден сескенбесең, жеңдім дей бер. Бұқсаң сұқты, тығылсаң тықты, именсең езді, өлдім дей бер. Есерсоқ болса ұл жаман, есуас болса қыз жаман. Татымсыз болса тұз жаман, ерімесе мұз жаман. Асу бермес құз жаман, табаннан өткен сыз жаман. Тамшы өтсе үй жаман, шер тарқатпас күй жаман. Сөзді ұқпас ми жаман. Өмірді қайта бастасам, шалынған жерді баспас ем. Қолдағы барды шашпас ем. Жаманға есік ашпас ем. Қадірімді білмес жандармен, кездескен күні қоштасып, келерін қайта тоспас ем.